ғылым кітапта елге оқып көруге. Біз енді аз ғана ауыстырып, жобамыздың атын артық білім кітапта дедік. Себебі кітап тек қана қағаз, макулатура немесе бір зат емес. Ол баланың санасына сәуле құятын, таптырмайтын құрал. Кітап оқу мен білім алуға деген ізденісті қалыптастыру, жастардың бойындағы осындай құбылысты лайықты деңгейге келтіре алу бізге жүктелген қазіргі замандағы азаматтарға үлкен бір міндет, жауапкершілік. Бүкіл Абай атындағы мектептердің қасиетті қара шаңырағы осы орда. Ендеше дәл осы жерден ордалы іс басталып жатыр екен, ізгілікті іс басталып жатыр екен, баянды болсын. Атамыздың 180 жылдығы аясында өтетін шаралардың ең игісі осы кітап күнімен орайластырылып отырған халықаралық қазақ тілі қоғамымен жаңа айтып отырған Абай облысының әкімдігі, мынау үлкен қасиетті қара шаңырақ Қайрат бауырымыз ұштағанда бүкіл қазаққа үлгі болатын қасиетті жобаны, қасиетті жолды бастап жатыр екен. Құтты болсын ағайын. Өсер елдің негізі ұрпақтары бала кезден кітапқа үйір болар. Барлық білім кітапта деген Абай, енді Абай облысында жиын болар. Адамзаттың өмірінен әдебиетті аптастасаң, адамда бұйым болар. Онда тек сақырлаған қару қалар, одан соң сыңғырлаған тиын қалар. Шекспирі жоқ елден шындығы сол, Ньютонның шығуы қиын болар. Түріктің тұран тұрпақты ұрпақтары, осы Абай мектебінің ұжымы сіздерге және Абай облысының өскелең ұрпағына батамды берейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла, тілегімізді қабілет, иманымызды кәмілет, осы берген батамды қабілет. Адамзаттың ардағына айналған Хакім Абайды, туыстап ел қорғаған дара тұлға Қабанбайды, басқа да ұлы тұлғаларды өмірге келген киелі де қасиетті Абай облысының жұртшылығы. Уа жастар, ел дегенде егіліп, жұрт дегенде жүгініп қызмет етіңдер. Абайдай дана болыңдар, Қабанбайдай дара болыңдар. Бауыржандай намысты болыңдар, Дулат бауырымыздай шабысты, табысты болыңдар. Наурызбай, Бөгенбай, Райымбектей батыр болыңдар. Ильяс, Мағжан, Мұқағалидай ақын болыңдар. Би болыңдар, би болмасаңда, би түсетін үй болыңдар. Ең бастысы, алаш идеясын ел дамуының бағдарына айналдыратындай білімді болыңдар, ілімді болыңдар, мінезді болыңдар, рухты болыңдар, өмірлі болыңдар, өнерлі болыңдар. Әумин. Біз қазір бастау алатын артық білім кітапта жобасын бір үлкен жүк көлігіне тиелген 14 мыңнан астам кітапты Абай облысындағы әрбір ауылдың кітапханасына таратамыз. Жүк көлігі қазір осы жерден бастап жүреді. Жол жөнекей Алматы облысын, Жетісу облысын басып өтіп, жол жөнекей басқаларға үлгі болады. Артық білім кітапта жобамыз жүзеге асады. Біз Абай облысына жол тарттық. Қазір Талдықорған қаласын өтеміз. Асылтас қоғамдық қоры Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына орай Абай облысындағы барлық ауылдағы мектептерге, яғни 233 мектепке кітаптар сыйға бермек. Мына фурада қазір 14 мыңға жуық
кітап бар. Ар жақта міне бізді бір топ қауым күтіп отыр екен. Жаннатты жетісудеміз. О! Жетісу жұртшылығы бізді мінекей осылай қарсы алып жатыр. Қандай керемет мінекей. Бірлігі жарасқан еліміз расымен де. Әжелеріміз міне алдымыздан тосып, құрт майын, қымызын, бауырсағын беріп, дәм ауыз тисін деп жатыр. Шынымен де жер жаннаты Жетісу, соған анық көз жеткіздік. Жетісу жұртшылығына мың алғыс. Артық білім кітапта. Бұл жердегі мақсат бір жүк көлігі ішіне толған кітап емес. Бұл жердегі кітап біздің болашағымыздың үлкен үміті. Ол кітап тек қана кітапханаға, мектепке, ауылға қажет емес. Ол кітап білім ретінде біздің ауылдың әрбір баласының туа бойына, болмысына сіңу керек. Сол кезде бұл жобаның діттеген жеріне жетуі. Шаралға жеттік мінекей. Бұл жерде де қазір мінекей бір топ адам бізді күтіп жатыр. Бағана Талдықорғанды көрдіңіздер. Аягөзге бара жатырмыз. Қасымда Оңғар Қабден, Facebook жұлдызы. Қалай? Тамаша. Шарамыз жайында не айтасың өзің? Ойың? Бұл енді өте тамаша шара. Кітап деген бұл енді өлмейтін азық қой. Өлмейтін қазына, мәңгілік, бұл байлық. Сондықтан міне Алматыдан басталған сапарымыз қазір міне Талдықорған арқылы Үшаралдың еліне келіп жеттік. Тарих пен туризмнің мекені атанған Үшаралдың да халқы мына жерде күтіп тұр екен. Бірге тамашалайық. Барайық ендеше. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай? Халықаралық деңгейде Абай атамыздың 180 жылдығы ойланып өтетіні бәрімізге белгілі. Әмбе ертең халықаралық ұлттық кітап күні. Сол мерекеге орай бүгін Алакөл жеріне Асылтас қоғамдық бірлестігімен және де мынау халықаралық қазақ тілі қоғамы бірлесе отырып артық білім кітапты атты үлкен керуен келе жатыр. Мінекей Алакөл өңіріне келіп жеттіңіздер. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Біз әрқашанда қасиетті қонған жерден өтіп бара қонақтарымызға ақ жол тілеп, сіздерді Аягөз өңіріне шығарып салайық деген ниетпен қарсы алып тұрмыз. Қабыл болсын. Ал енді біздің елдің дәмінен дәм ауыз тиіңіздер. Кәнекей әншілеріміздің ән тыңдаңыздар. Рахмет. Ал кәнекей. Al çeşmelerinizi. Жаратқан ем қолдасын, аман болсын, мал басың, денсаулығың зор болсын, дастарханың мол болсын. Жүзге жасың келгенде абыз келіп қол берсін, қызың өсіп ел болсын, ұлың өсіп ер болсын. Жырлы нұрлы әр күнің жайнап тұрған гүл болсын. Өренің өрде болсын, орның төрде болсын. Өмірің ғасыр болсын, ұрпағың асыл болсын. Еліміз аман болсын, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман болсын. Бабаларымыз өсіп, бабаларымыздың алда жатқан жер жайлы топырақ торқа болсын.
Қабанбай атамыздың алын әсіресе жатқан жер жайлы топырақ торқа боп құлай берекелі болсын. Бала шағамыз өсіп өркендеп, төс көйіміз малға толып, шаңырағымыз жанға толып, осы қазақ еліміз алты алашымыз Алла 100 миллионға жетуге нәсіп етсін. Желсіз түнде шарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауыл таң шана терең сай, тасыған өсен көрілдеп, ауыл таң шана терең сай, тасыған өсен көрілдеп. Біз мінекей Қабдеш бекетіндеміз. Бұл жерде біздің атамыздың, классик атамыздың бейітбасы орналасқан. Енді кім өтсе де осы жерге тағзым етеді. Біз де мінекей құрамызды бағыштап, аягөзге бара жатқан сапарда осы жерге тоқтауды жөн көрдік. Және де осы біз апара жатқан кітаптардың ішінде Қабдеш атамыздың да кітабы бар. Данияр аға, мына енді жобамыз жайлы өзіңізден де бір пікір білдіріп қойсаңыз. Енді сол кез келген ұлттың, мемлекеттің дамуының ең негізгі алғы шарттарының бірі ол оқымысты, зияткер, саналы ұрпақ. Ал енді сол оқымыстылықтың ең үлкен факторы кітап оқу. Сондықтан мына артық білім кітапта деген біздің жобамызды абыроймен үлкен елімізге пайдасы тиетіндей етіп өткізуге Қабдеш атамыздың әруағы қолдасын деген ниетпен мына жерге келіп отырмыз. Оңғар енді Ақсуатта жүргенде кітап кемірген дейді сені. Мына Қабдеш атамызда кітаптарын оққансың. Өзің де енді біздің жобаны қолдап, арнайы Астанадан аттерлетіп келдің. Бұл жер бұрын жергілікті халық 92 деп атап кеткен еді. Қабдеш атамыз келіп мәңгілік мекен тапқалы бері бұл жер Қабдештің биігі аталады, Қабдештің бекет дейді. Осы жерде мен өткен сайын өзі ылғи ойлаймын, атамызда бұл жерді біліп таңдады ғой. Көзінің тірісінде ойында жүрді мекен жоспарлап. Былай қарап тұрсаңыз, міне былай қарай Семей, Аягөз, Ақсуат, Өскемен, Зайсан жұрты. Былай қарай Қытайға кететін Бақты, былай Алматы, 9 жолдың торабында тұрды. Сол өткен кеткен исі қазақ, Қабдеші барып талмайтын қазақ жоқ. Сол өткен кеткен кісілердің барлығы атамызға дұға бағыштап өтеді. Мен өзім осы жерден өткен сайын не екенін білмеймін, менің есіме соңғы көш романы түседі. Қабдеш қазақтың тарихындағы осы тілі шұрайлы, көркем деген бір 5 жазушы болса, сол 5 жазушының қатарына кіретін жазушы, айтар ойы анық, қашанда сол қазақ ұлтының мүддесі үшін, қазақ руханиятына өле-өлгенше қызмет етіп кетті. Енді міне атамыз сол, ойлаймын сол, өлгеннен кейін де қызмет етіп жатыр деп. Ахмет, ендеше ары қарай кеттік, Аягөзге қарай бағыт алайық. Осы нәрсеге бастау болып, осы нәрсеге қолдау болып отырған халықаралық қазақ тілі қоғамымыз, Абай облысының әкімдігіне, мына осы мектептің әкімшілігіне, оқушылар сіздерге, қолдап келіп отырған біздің зиялы қауым өкілдеріне, ұйымдастырушы азаматтарға
алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Біздің жобамыз ертең керемет, бүкіл халық айтатын, бүкіл ғалам айтатын мықты жобаға айналсын. Сол арқылы біз шынымен де бесігіміз түзеп, ертең мықты ел болатынымызға күмәнсіз. Gözüm arman. Ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айным айдың бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағылдым. Ай көзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айным айдың бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағылдым. Hoş geldinizler, hürmetinizler. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан. Бетті бастым, қатты састым, тура қаштым жалма-жан. Өз ойында, тұл бойында. Бұл жобаның мақсаты балалардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру арқылы баланың сөз байлығын, сана сезімін, ойлау қабілетін дамыту. Міне, кітаптарды басып жатырмыз, алып жатырмыз. Аягөздік жастар келіп қолдау көрсетіп жатыр, мінекей ерікті азаматтар. Қалай қуанбайсың? Ішке барайық, міне іште қазір кітаптардың барлығын жөндейміз, сортировать етеміз. Міне, көріңіздер ғой, барлық жастар келген. Тіпті Ақсуаттан келгендер бар, міне. Бекзат бауырымыз. Қалайсың? Жақсы. Қалай о? Айбет. Бүгін енді бізді қолдауға келіпсіңдер. Өткенде үлкен бір тамаша сайыс жасап қайттыңдар Ақсуатта. Бүгін мінекей кітап жинауға келіп жатсыңдар. Қалай? Жалпы енді осы кітаппен өмірлерің байланысты ғой қазіргі. Жалпы біз қуаныштымыз, бұндай енді үлкен кітап келіп, бұндай бастама бүкіл жерде, бүкіл қоғамда орын алып отыратын болса, расымен де әрбір кітапхана. Бірақ енді кәдімгідей бұны сусыз егілде шықсын, су аршыда азапқа дәмін алып елі қысын, сол ұмтылар тамаққа деп нағыз енді лекция өткізіп, бұны түсіндірме жұмыс жасайтын жігіттер мүлдем көбейсе тіпті жақсы болады. Бұйырса енді өзбек әлінде кітаптары бар мұнда. Келесі жыл енді сайыс көп болады сияқты ғой. Онда бұйырса міндетті түрде айтамыз. Қолдасаңыздар болды. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан. Бетті бастым, қатты састым, тура қаштым жалма-жан. Өз ойында, тұл бойында, бәрмәні жоқ пендесі. Түзде мұрзаң үйде сырдаң сөзі. Болашақта бүкіл республикаға эстафета ретінде жалғасын табатын осы артық білім кітапта жобасын ұсынып отырмыз. Қас құраңсың, мал сұраңсың, бермегенмен кетірсің. Адам аулап сыпыра салдың, байды жаулап жетірсің. Сөз құдыртқан, шын құдыртқан, алтынарын саудалап, бұтты шапты санатты, байдан атты алмаған. Осы енді жобада бізге қолдауын көрсеткен оқу клубына алғыс білдіреміз. Мінекей, осы жігіттер таңға дейін бізге жәрдемдесті. Қазір енді бүгін ұлттық кітап күні,
жалпы кітаппен айналысып жүрсіңдер ғой. Иә. Өздерің клубтарың жайында да айта кетсеңдер. Біздің кішігірім құрылған осы Аягөз қаласында құрылған клубымыз қазіргі таңда міне сіздердің арқаларыңызда, сіздердің жәрдемдеріңізбен кішігірім белгілі бір деңгейге шығып келе жатырмыз. Аллаға шүкір. Енді бұл да кішігірім бастама ғой. Біз кішігірім баспалдықтан бастағанбыз. Бірінші өзіміздің арамызда, сосын ауылдар арасында. Қазір міне аудандық деңгейге шығып жатырмыз, облыстық деңгейге. Жалпы кітап оқитын жастарымыз көп болсын деген ниетпен, былайша айтқанда барлығымыздың елегеніміз бір қаймақта былайша айтқанда. Сіздердің жолдарыңызға біздіге берсін, осындай зейін ашатын ұрпақтар қалыптастырып, сіздер сияқты жүре берейік. Миссияларың? Миссиямыз жалпы Қазақстанда кітап оқитын елге айналдыру. Міне, осындай жігіттер көп болсын, әр ауылда, әр ауданда. Сонда шынымен де сондай мемлекетке айналамыз деген сенімдеміз. Өте жақсы. Бірінші рет емес, екінші рет қайталанып жатыр. Кітап сыйлап жатыр екінші рет. Өте ризамын. Оқырмандарымыз көп болсын. Біз Көкпекті ауданынан келдік. Бүгінгі мына үлкен мереке іс-шара бізді өте қуантып жатыр. Өйткені біздің ауданның оқушылары осы сыйлыққа беріліп жатқан Асылтас қорының кітаптарына өте қуанатын болады. Балаларға жаңадан кітап оқу, өздерінің білімдерін көтеру, сол арқылы болашақта өздерінің мамандықтарını жақсы таңдап, еліміздің болашағы ретінде еліміздің көркеуіне үлкен үлес қосады деп сенімдеміз. Аягөз ауданына білім бөлімі бастаған. Осы жерде Аягөз ауданында бізде 38 мектеп бар. Тізім бойынша барлық мектептеріміздің аты аталып, бүгінгі үлкен жаңағы жобадан сыйлықтар алып жатырмыз. Асылтас қорына үлкен алғыс білдіреміз. Артық білім кітапта деп Абай атамыз айтпақшы. Балаларымыз өнегелі болса екен, рухты болса екен. Баршаңызды бүгінгі ұлттық кітап күнімен құттықтаймыз. Мінекей 233 қорапшаны діттеген жеріне жеткіздік. Артық білім кітапта жобасы әрмен қарай да жалғасады деген сенімдеміз. Өйткені біз бүкіл республикаға челлендж жолдадық. Осы челленджді қабыл алып, басқа да өңірлерде жалғасын табар деген сенімдеміз. Бұл жобаның бас демеушісі Асылтас қоғамдық қоры, бізді қолдаған халықаралық қазақ тіл қоғамы, Абай атамыздың 180 жылдық мерейтойы құтты болсын.